Сәлем достар, бүгін дәмі тіл үйретін осындай медовик жасауды үйрететін боламын достар. Егерде рецептін керек болып, видеом қызық болып жатса, видеомды соңына дейін көріп тамашалап, өз лайктарыңызды басып және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Және менің видео рецептерім ұнап жатса, менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін менің арнама подписация жасап және қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар достар. Өте жұмсақ, нәзік болып шығатын осындай медовиктің рецептісін көріп жасап көріңіздер достар. Отбасыларыңызға, балапандарыңызға ұнары сөзсіз достар. Дәмі өте керемет болып шығады достар. Толық рецептіні осы видеоның төменгі жағындағы описание дейтін бөлімге қалдыратын боламын достар. Өте дәмі ерекше болып шығады достар. Және достар, инста парақшама, тикток парақшама кіріп тіркеліп қойды ұмытпаңыздар достар. Жаңа видео рецептерінің барлығын тикток, инста парақшаларында бөлісетін боламын достар. Дәмі өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Және арнама подписация жасап қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп қойсаңыздар, Алла разы болсын. Алдын ала рахмет достар. Енді медовик тортымызды жасауға кірісетін боламыз. Бізге керекті ингредиенттер: тұз, ұн, шекер, сода, пищевая содамыз, 4 жұмыртқамыз және әселіміз және бөлме температурасында сары майымыз қажет болады. Алдымен осы 4 жұмыртқамызды осындай темір ыдысымызға жарып салып алып, үстіне шекеріміз саламыз және венчиктің көмегімен екеуін бір келкі етіп шекеріміз бен жұмыртқамызды жақсылап араластыратын боламыз достар. Міне жұмыртқа мен шекерімді жақсылап араластырып алдым. Осындай массаға енеді және бөлме температурасындағы осындай сары майымызды 72,5-72% майларды қолданамыз достар. Майларымызды осылай бөлшектеп алып, енді осы массамыздың үстіне салатын боламыз және майымызды да жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап міне осылай араластырып және осы массамыздың үстінен енді әселімізді салатын боламыз достар. Әселімізді салып, әселімізді салмастан алдын бұл массамызды газге қойып, газдың үстіне қойып әселімізді салып бір келкі араластырсаңыздар болады достар. Мен осылай бірінші әселімді салып алдым. Әселімді салып, бәрін салып алдым достар. Енді жақсылап венчиктің көмегімен бір келкі етіп қозғап жақсылап әселімізді араластырып алатын боламыз. Енді осы массамызды газдың үстіне қойып, астын баяу отқа, жай отқа қоямыз достар. Астын баяу отқа қойып, аздаған 1 чайный ложка пищевая содамыздың үстінен азғантай ғана уксусымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз достар. Жақсылап бір массаға енгенше араластыратын боламыз. Мен пищевая содамен кішкене ғана уксусымды үстіне қосып салып алдым достар. Міне салғаннан кейін массамыз көпіршіктеніп осылай беті көпіретін болады. Себебі пищевая содамен уксусымыз көпіртетін болады массамызды. Міне дәл осылай астын қозғап тұрасыздар достар. Әселіміз түбіне жабысып қалмас үшін жақсылап міне араластырып аламыз достар. Астын күйдірмей, жай ғана баяу отқа салып араластырасыздар. Және шым-шым осылай тұзымызды салып араластырып аламыз достар. Оттан алып, суытуға қойып қоямыз достар. Массамыз суығанға дейін құрғақ ыдысымызға азғантай ғана ұнымызды салып алатын боламыз. Мен массамның қатты суымағандықтан достар, бірінші мен осы ыдысымның астына кішкене ғана ұнымды салып, оның үстіне жаңағы массамды құйып, барлығын бір келкі етіп ұнмен бірге араластырып алдым достар. Міне осылай массамызды ұнымыздың үстінен құятын боламыз. Міне достар, қатты менікі суымағандықтан міне азғантай ғана сәлі бар екен. Негізі суына ештеңе етпейді. Осылайша ұнымыздың үстінен массамызды құйып, жақсылап ұнмен бірге бір келкі араластыратын боламыз. Ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп салып, венчиктің көмегімен араластырамыз достар. Одан кейін венчигімізді алып, өзіміздің қолымызбен жақсылап әдемі жұмсақ қамыр етіп еритін боламыз. Кемінде 1 килограмға жақын ұн кететін болады достар. Қамыр қылып қолымызбен жақсылап еритін боламыз. Міне мен венчигімді алып тастап, енді аздаған ұнымызды салып,
отырып жұмсақ қамыр елейтін боламыз достар. Қатты көп керек емес. Мен осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне ингредиенттерін қанша грамм нан қосатынын барлығын жазып қоямын. Содан артығын қоспай жасаңыздар достар. Міне дәл осылай етіп ұнымызбен жақсылап қамыр елеп алдық. Міне достар, осы қамырымызды кішкене ұн сеуіп арқылы қамырымызды 10 бөлікке бөлетін боламыз. Осылай созып аласыздар. Және осы қамырымызды 10 бөлікке бөлетін боламыз достар. Бәрін осылайша бөліп алғаннан соң кішкене ғана ұнымыздың көмегімен жақсылап осындай пергамент қағазының үстіне жайып алсаңыздар достар жақсы болады. Міне менің корждарымды 1-2 минутқа ғана қойып 220 градуста пісіріп алдым достар. Міне мен осындай торт жинайтын формам арқылы барлығын осылай кесіп алатын боламын. Барлық формаларын, барлық корждарымды достар міне дайындап барлығын пісіріп алдым. Бар болғаны 2-3 минутта ғана піседі. Тез-тез көріп тұрасыздар. Енді оның арасына жағатын кремімізге маған осындай магазиндегі қаймақпен сахарный пудрамызды қолданатын боламын достар. Мен өзім осы қаймақтың түрін жақсы көремін. Әрі бағасы да тиімді, әрі өте дәмді болып шығады. Алдымен қаймағымды осындай ыдысыма салып, үстінен сахарный пудрамды салып, екеуін жақсылап араластыратын боламын. Екеуін жақсылап араластырып, әдемі дәмге енеді өз достар. Крем сияқты керемет дәм болады. Барлық тортымыздың негізі сәнінде дәмінде келтіретін осы кремдеріміз ғой достар. Осылайша өздеріңіздің қалағандай крем жасасаңыздар болады. Дәл бұндай болмаса да сүтпен істесеңіздер де болады кремді. Енді торттарымды арнайы осындай торт жинайтын ыдысыма салып, тортымның барлық корждарын жинап алатын боламын. Арасына дайындаған осындай кремімді құйып, достар, әдемі етіп барлығын бірінен кейін бірін әдемі етіп жинап алатын боламыз достар. Міне мен тортымның барлығын жинап алдым. Енді тортымнан қалған осы қалдықтарды пакеттің аузын жауып, үстін оқтаумен басатын боламын. Міне барлығын оқтаумен басып осылай ұсақтап алдым достар. Бұл біздің тортымыздың сәндеу үшін қажет болады. Тортымызды жақсылап осылайша сәндеп алатын боламыз. Міне дайындап, барлық осы ұсақтаған ұнтақтарының барлығын тортымызға бір келкі етіп әдемілеп сеуетін боламыз достар. Мен тағы да тортыма әсемдік үшін, сәндеу үшін вишнямды қолдандым және сахарный пудрамды қолдандым. Міне барлық осындай ұсақтарын, коржымыздың қатқан ұсақтарын, артылған ұсақтарының барлығын осындай әдемі етіп тортымызға осылайша сәндеп алатын боламыз достар. Медовиктің дәмі өте дәмді болып, әрі жұмсақ болып пісетін. Негізінде достар, көп ата-аналарымызға кремді көп қалай бермейтін адамдарға өте дәмді торт достар. Міне мен барлығын үстіне вишнямды қойып, үстінен осындай сахарный пудрамды сеуіп, ортасына сгущенный варенкамды сәндеп қойдым достар. Сіздерге менің жасаған тортым ұнаса, достар, лайк басып комментария жазып қойды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады достар. Балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Өте дәмді болып шығады достар. Менің видеом ұнаса, маған подписация жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментария жазып, және алдағы уақытта менен қандай рецепт күтетіндеріңізді де комментария бөліміне жазып кетсеңіздер, мен міндетті түрде жасайтын боламын достар. Менің арнам ұнап жатса, маған подписация жасауды ұмытпаңыздар достар. Менің арнама лайк бас, видеоларымды көріп, басқа рецепттерімді көріп, тамашалап жасап көріңіздер достар. Өте дәмі ерекше болып шығады, жып жұмсақ болып шығады достар. Тортымыздың барлығын дайындап болғаннан соң 2 сағат 3 сағатқа холодильнигімізге қойып қойсаңыздар болады достар. Себебі біздің кремдеріміз тортымызға нақты әдемі болып сіңіп дәм беру үшін 2-3 сағат холодильникте тұрғаны дұрыс достар. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, подписация жасап, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркелгендеріңіз үшін Алла разы болсын. Рахмет. Мен бірге болған Алмагүл. Достар, тортым ұнаса, жасап көріңіздер.